Сәлеметсіздер ме, құрметті жатақхана тәрбиеленушілері, тәрбиешілері. Біз бүгін жатақхана советі болып, жаңадан келген бүлдіршіндермен танысу шарасын өткізген болатынбыз. Жалпы бұнда біз 5 сектор орналастырып, мектептің әр жерінен осы жаңа группаларды кезекпен кезек осы маршрут арқылы осылай жүргізіп жүрдік. Бұнда балалар әртүрлі, мысалы өзінің көңіл күйін, болашақта кім болғысы келеді, қандай мақсаты бар, қандай қорқынышы бар, сонымен бізге бөліседі деген мақсатпен ұйымдастырған болатынбыз. Мои летние каникулы, половина моих летних каникул проходила дома, а половина в городе Ақтау. Мен жаз демалысымда атам мен әжеме көмектестім. Бәрі жақсы өтті. Мен Италияға бардым лагерьге, и там было очень весело. Өзімнің жазғы демалысымды өте жақсы өткіздім деп айтуға болады. Себебі мен өзімнің ата-анама әр адам сияқты көмектестім. Сонымен қатар мен осы оқуға деген өзімнің ынталарымды көп қостым. Себебі 8-ші сыныпта маған көптеген сынақтар күтіп тұратынын білдім. Жазда мен Астана және Ақтау қаласына бардым. Маған Астананың салқын ауа райы ұнады, ал Ақтауда біз жылы теңізге түстік. Менің жазғы демалысым отбасыммен бірге өтті, және де мен Бурабай шипажайына бардым.